Баршаңызға сәлем, құрметті халық емі арнасының оқырмандары. Бүгін біз сіздермен бөдене жұмыртқасының етінің сіздерге пайдасы мен зиянын айтып өтетін боламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге маңызды. Бөдене жұмыртқасы тауық жұмыртқасына пайдалы баламасы болып саналады. Кейде оны табиғи дәрі және тез өсуі үшін балалар жеу керек деп санайды. Бөдене жұмыртқасының пайдасы мен қоса зияны да бар. Бөдене жұмыртқасы пайдалы дәрумендер мен минералдардың қоры. Оның құрамында натрий, темір, калий, А дәрумені бар. Біз сіздерге алғашқы кезекте пайдалы қасиеттерін айтып өтетін боламыз. Яғни құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл өнім темір тапшылығы анемиясын алдын алу үшін пайдалы. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Дауысыңыз әлсіз немесе дауысыңыз қарлығыңқы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырыңыз. Сонда тыныс алу проблемаларыңыз арыла аласыз. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда әкеледі. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге де ем. Сонымен қатар тереңінен қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетіне және ерлердің денсаулығына да пайдалы. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 20% өсе темір көп. А дәрумені 2 есе дерлік жоғары. Өкінішке қарай, бұл жұмыртқада қан тамырға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Өнімнің ең басты ерекшелігі ол қасиетін жоймай ұзақ сақталынады. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитеттерін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диетезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға. Бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жасартатын қасиетке де ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласында да ең қатты өнім саналады. Сонымен қатар жұмыртқаның ашылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа балмаса, суға 1 шай қасықтықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сенімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фосфор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан сақталған жұмыртқа қабыршағын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тәзіл бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратындар менің
Оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасының аз мөлшерде қолданған абзал. Бөдене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған, пешке саусыз пісірген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп езбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы бәрінен пайдасы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Тоқы тері бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанынша сатып алуына мүмкіндігі бар. Ал бұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері де бар. Бөдене жұмыртқасы гипоаллергенді деген пікір бар, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызды бөдене жұмыртқасымен тамақтандырмас бұрын дәрігермен кеңескеніңіз дұрыс. Сонымен қатар холестерин жоғары және жүрек және қан тамырлары аурулары бар адамдар бөдене жұмыртқасын тұтынуға абай болу керек. Сондай-ақ бөдене жұмыртқасының шамадан тыс тұтыну бүйрекке әсер етуі мүмкін, және бұл өнімнің калориясы да айтарлықтай жоғары. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге болмайды. Құрметті халық емі арнасының оқырмандары, біздің берген ақпараттар пайдаңызға жарап, ойыңыздан шығып жатса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.